Құрметті әріптестер, осы Қызылтөбе лицейінің физика пәні мұғалімі Сүлейменова Қарғаш Амангелдіқызы. Сіздермен бүгінгі өткізетін коучинг сессияның тақырыбы физика пәнінде STEM білімді қолданудың ерекшелігі. Алдымен ортаға келіп, шаттық шеңберін құруды сұраймыз сіздерден. Өзіміздің атымызды айтып, және де осы бүгінгі семинарда қандай мәлімет алып кеткіміз келетінін сол әріптен басталатын сөзбен айтсақ. Мысалы айтайын, менің есімім Қарлығаш. Тілегім осы семинардан сіздер өзіңізге қажетті бір мәлімет алып кетеді. Тілеймін. Менің есімім Месіркеп Қали. Мен бүгінгі семинардан маңызды нәрселерді алып кеттім. Ең маңызды мәселелер. Менің атым Салтанат. Мен осы бүгін семинардан балаларға қалай сапалы білім беруге туралы мәлімет алдым. Менің атым Оразгүл, нөмірі 7 орта мектептің физика пәні мұғалімі. Менің ең маңызды білгім келетіні осы жаңа бағдарлама барлығыңызға ұнай ма? Осы балалардың білім дәрежесін әріңізге тұрғызсын. Одан келетін тілек жерден. Оңай жолмен. Осыны оңай жолмен үйрену қалай? Менің есімім Тектес, 5-ші орта мектеп физика пәні мұғалімімін. Осы коучингтен тамаша таң қалатындай дүние үйренгім келеді. Менің есімім Мейрет, мен 10-ші орта мектептің физика пәні мұғалімі. Мен осы коучингтен маңызды мәлімет алып кеттім. Benim ismim Tülhan, nömrə 1-ci orta. Fizika pəni müəllimiyəm. Mən oxuculara kənar vaxtlandırатын məlumat verirəm. Мен 6-ші орта мектептен Тәжірибе және оқудағы мен бүгінгі коучингтен Кідірген келетін. көрмені сағайын Болашақ галереяды көретіндей тәжірибе алғымыз келеді. Менің есімім Орынгүл. Мен бұл жерде автор әлемді қалай орын алу керек екенін, немесе ортаға жақсы ниет түсіру үшін тәжірибе алып кетті. Пайдаланатын. Менің есімім Зульфия, 8-ші орта мектептен. Мен бүгінгі сабақтан нағыз зерттелген, дәлелденген нәтижелерді алып кеттім. Менің есімім Жұлдыз. Мен осы коучингтен жұмыста жаңа бағдарламаны қалай қолдануға болады, соны алып кеткім келеді. Менің есімім Ақылбек. Осы коучингтен сосын пән мұғалімдерінен бүгінгі білерімізден білмесімізге сол сіздерден ақыл алдым деп. Ақылбек. Менің есімім Гүлнар, 2-ші орта мектептің физика пәні мұғалімімін. Мен осы коучингтен гөрі келеді. Жақсы ғылыми жобада өзім қолданатын еді. Мәлімет алғым келеді. Жақсы. Ендеше топқа бөлу үшін қағаздарды алайық. Сілкін күшті. Атмосфералық қысым. Екеумізі. Атмосфералық қысымға Бәріміз қағазымыз ғой, иә? Демек, қай топқа отыратынымызды тұрған боламыз, иә? Неге барып? Приораларға. Приораларға байланысты. Отыра
Olmaz sen cezanı құрметті әріптестер, мен сіздерді бірінші жұмысқа қатыстырып мынандай сұрақ қойғым келеді. Қазіргі таңда жаңартылған білім мазмұны бойынша физика пәнінде 7-ші сыныптарға өтті. Ұзақ мерзімді жоспар, яғни Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық академияның ұсынған ұзақ мерзімді жоспарында 20 практикалық сабақ бар. Иә? Сол 20 практикалық сабақты қалай өткізіп жатқанымыз туралы бір сөзбен ғана айтып өтсеңіздер. Практикалық сабақта қандай жұмыстар жасап жүрсіз? Практикалық сабақта есептер шығарсақ, зертханалық жұмыста аяқталмаған кезде соларға практикалық жұмыстар аяқтапсыз, иә? Жақсы. Есептер қалай? есептер шығарамын. Сандық және сапалы есептерді көріп тұр менің үйде. Сол бойынша жүрмін. Иә. Мысалда шешу. мен де сол жаңағы тақырыпқа байланысты сол тақырыптағы есептерді шығарамын. Егер сапалы есеп берілсе, мысалы өтіл алдында қиын өтілмей қалған есептерді соларға қойып шығарамыз. Сосын еще және қосымша түспеген болады, түспеген болады шақырамыз. Практикалық сабақтағы процесс бар. Есептер Практикалық жұмыста бізде есептер шығады. Есептер шығарасыз, иә? Сіз? Есеп шығарасыз. Қандай? есеп жасаймыз. Көп есеп шығаруға жақсы, ақыл есеп шығарамыз, иә? Сіздер барлығыңызда есептер шығарамыз, иә? Сапалы, сандық есептер шығарумен келеміз, иә? Жақсы. Жақсы. Бүгінгі тақырыбым физика пәнінде STEM білімді қолданудың ерекшелігі. Бұл коучингті таңдау қажеттілік туындап тұрғандықтан осы аудан физиктерін жинауға тура келді. Жаңа практикалық сабақты қалай өткізу туралы тек бір сөзбен ғана сұрап өттім. Оның тек емес себебі физика пәні бойынша Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы ұсынған 7-ші сыныптың ұзақ мерзімді жоспарында 21 практикалық жұмыс бар. Оның 9-ы сандық есептер шығарылса, қалғаны тәжірибелік есептер шығаруға жоспарланған. Яғни айтқанда біз тәжірибелік есептер шығаруымыз қажет. Енді бұл тәжірибелік есептерді қалай шығарамыз, қалай бағыттаймыз? Бүгінгі осы коучинг сабақта соны әдіс алып кетуіміз қажет. Сонымен STEM білім беру дегеніміз не? Қазіргі уақытта STEM білім беру белсенді дамып келеді. Негізгі идеясы жаратылыстану ғылымдарының интеграциясы болып табылатын бағыт ретінде технологиялар, модельдеу, өнер, математика, пәнаралық және қолданбалы тәсілдерді қолдану. Сонымен қатар білім беру негізгі міндеті оқыту үшін пәнаралық шығармашылық жоба негізінде тәсіл негізінде оқушылардың құзыреттілігін дамыту болып табылады. STEM білім беруді енгізу және дамыту көздерін талдау және зерттеу қазіргі заманға білім берудегі жетекші және жаңа бағыт ретінде STEM тұжырымдамасы, психологиялық педагогикалық тұжырымдамалар мен технологиялардың кең ауқымын қамтиды. Енді Википедиялар бойынша қарайтын болсақ, STEM деген science ғылым, технология, техника, инженерлік, матч деген математика, яғни бұрын мәтіс деп аталатын болады. Бұл ғылым, техника, инженерлік және математика бойынша оқу пәндері. Бұл термин әдетте білім беру саясатын және мектептерде оқу жоспарын талдау кезінде ғылым мен техниканың дамуындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруда қолданылады. Яғни айтқанда STEM біз оқушыларға практикалық сабақ кезінде оларға әртүрлі тәжірибелерді, яғни әртүрлі приборларды алдарына беріп, сол тақырыпты өздері зерттеу керек, өздері ашып қарау керек, түсініп қарау керек. Себебі практикалық сабақ бізде кәдімгі білу және түсіну деңгейіндегі мәлімет бергеннен кейін сабақта тұр. Оқушылар қолдану керек, жинақтау керек осы білімдерді. Сонымен дегенмен мына көп жатпай-ақ қояйын.
Енді сонымен біз алдымызда тұрған приборларды пайдаланып тақырып сіздердің қолыңыздағы бөлінген қағазда ғана бар. Яғни мына тақырыпты ашсам, атмосфералық қысымның бар екендігін зерттеу. Оқушылар, негізі атмосфералық қысым туралы мәлімет берілді. Одан кейін оқушылар атмосфералық қысымның бар екендігін мына приборларды пайдалана отырып меңгереді. Оларға біз қандай бағыттарға берер едіңіз? Соны өздеріңіз жасап қараңыз, постерін жасап қараңыз. Өзара топ бойынша жұмыстаңыздар. Сізде түсірілген күштің айналым өрісіндегі қашықтықты 21-ші ең соңғы 21-ші тақырыптағы практикалық жұмыс. Күш иіні деген тақырыпты өте оқушы біледі. Енді мына зерттеу жұмыс ал сіздің тақырыптарыңыз таразының неше түрін бердім? Электрондық таразы бар, киімдік таразы бар, күріштің таразы бар, мұның картошканы сынтар табуға болады сол жерінде. Оқушыларға қалай бағыт минут болады ғой, ұстаздар? 10 минут уақыт Егер жер бар болса, онда жоқ, екеуінің жоқ, оған дейсің. Енді жер бар болса, енді жаз тәуелді графикасына не дейсің? Жұмыс орындауы тәуелділігін зерделеу момент қорғайсың қазір.
çat dedi. Iya, fantezi. Ya bu ikisinde kalay istiyorum. болады осы. Bir buçuk ettiğiniz gibi de sorun. Evet. неше анау неше 200 бана 200 грамм миллиграмм 200 миллиграмм одан ананың жіберген бар 300 Yeni yerde buna pişecek. Bir. Çiğ. F1 kuvvetli. Rubber. Rubber A. Buna sıkışağı indikte buna saatin bağıtına karşı ayıldırdık işmemiz. İndikte saatin bağıtına karşı ayıldırdık işmemiz. M2 King F2 D2 sözleşme M3 Bu saat bağırtmayın alarak düşmemeyin. Апай жазып алыңыз енді айтып Kuş aksana sayı kuş iğne de alır. Ana soğuk ha soğukta? Yazamaydı mı? Әсер етуші үшінші күш азайса
birinchi kuch o'zgarib turadi bu yerda. Kuch kiyimisi iyni atasi. Nega o'zgartib biz iyni? Sebebi kuchni o'zgartib. Birinchi neni o'zgartamiz? Kuchni o'zgartib. So'dan keyin iyni o'zgartib. Kuş iğne, kuş iğne atkan sayın, kuş iğne su iki öte kere bakan sınırlıysa kere kalıydı der olmasa. Kuş iğne kere kalıydı. Kızlık da oradaydı tabii. Güle olmuş. Kızlık da zevkli olarak tez tutmayı bakayım. Otuz olganlar olmuş. Ko'rsatib aytasiz. Ko'rib olsin degan. Bizge berilgen türlüşe tarazlar, her türlü tarazlar, sızgış, kartop, su, menzurka, осы kartoptың тығыздығын анықтап біз екі жолмен қарастырдық. Біріншісі тараз арқылы ең алдымен картопымызды төрт бөлшек кесіп алып, соның салмағын өлшедік. Одан кейін массасын өлшедік. Масса ол кезде 3 массамыз 30 сызғыш арқылы берілген сызғыш арқылы ұзындығын өзінің биіктігін табу арқылы ағасы көлем А көлем Б көлем табуға сол жердегі шамаларды сосын бізге масса бар. Сірә 30,8 көметі 10-ның минус күш дәрежесі. Сол жерден массамыз белгілі, көлеміміз белгілі осы картоптың және соңыздан қарсы формасын осы формаларды пайдаланып картошканың тығыздығын анықтау. Және екінші нәрсе біз күнделікті қолданып жүретін біздер көбіне мектептерде жаңағы приборлар жоқ және қарапайым осы мензурка арқылы су арқылы картоптың жаңағы су деп мензурка арқылы дәл осы картошканы салдық. Сол жердегі ағып шыққан су дәл картошканың көлемін көрді. Көлемін тауып алдық жаңағы бір нәрсені. Сосын массасы сірә белгілі. Екі шама тек 1,0,1, 0,2 сәлімге болды. Картошкамыз бірдей емес, 4 бұрыштағы кескені сол себепті біздер сондай шама сәл қателіктер солай болып шықты. Енді оқушыға осы жұмысты қалай орындатасыз? Оқушыға енді күнделікті қолымызда бар нәрсені мензуркамыз бар, таразыларымыз бар, сол арқылы немесе қарапайым кез келген оқушының қолында сызғыш бар, жаңағы бірінші тәсіл арқылы жаңағы ұзындығын енін жіктігін өлшету арқылы тапсырма оқушыларға жеткізу жаңағы тәжірибе жұмысымыз атмосфералық қысымның бар екендігін зерттеу тақырыбымызда бізге құралдар берілген, ауа қалпағы, сорғы, шар берілген, 3 сап берілген. Бірінші бұл оқушыға былай жетсем, ішіне мына ауа қалпағының ішінде өлген шар аздап ауа болады, ауа қалпағының ішінде. Ауасы бар, ол жерде ауа болғандықтан ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Сорғы арқылы бұның ішіндегі ауасын сорғы аламыз. Осы сорғы арқылы мына ауа қалпағының ішіндегі ауаны сорғы аламыз. Сол кезде ішіндегі шарымыз
ешқандай ауа болмағандықтан үріледі. Өзгеріске. Шардың көлемі өзгереді, ешқандай өзгеріс болмаған. Шардың көлемі өзгереді. Бұл жерде бізде атмосфералық қысымның бар екенін. Атмосфералық қысымның бар екенін білеміз. Шардың ішінде бар, иә? Шардың сыртында Ешқандай ауа жоқ. ауа жоқ болғасын, атмосфералық қысымдар жоқ екендігін. Оны соғымен ауаны Ауаны соғылғаннан кейін сыртында бар болады. ешқандай. Енді соны оңай жолмен балаға қалай түсіндіресіз? Оңай жолмен түсіндіруге болады ғой. Ауаны сорып алғаннан кейін жаңағы ана шарға әсер ететін ауа молекулалары жоқ болса, сырттан келіп бекітіледі да. Соның оның ішіндегі я соны қабылдап кеткен сан ғой. Мысалы 7-ші класстың оқушылары 10-ші классқа бастаған. Дәл сондайда ана ішіндегі шардың ішіндегі құттай ауаның молекулалары шардың нені қабылдап келеді да. Сырттан келетін молекулалар жоқ. Тек ана қысымда емес. Иә, мысалға шарларды жоғары ұшырған кезде ақыр жарып сұрайды ғой балалар. Сылап айтасың ғой, шардың жарылады ол себебі ауа жоқ болғаннан кейін ішіндегі ауа дайып кетеді. Сырттың әсер етуші қысым жоқ. Сосын ана шар әрқайым емдердің ішіндегі молекулалардың әсерінен. Бәрібір несі деген азая береді ғой. Азаятта атмосфералық қысымда тәжірибе арқылы олар өздерінің зерттеуінде сонымен үшінші топтың тапсырмасын жасаймыз. Қосымша бізге түскен тапсырма түсірілген күштің айналу өрісіне дейінгі қашықтыққа тәуелділігін зерттеу. Яғни бұны күш моменті ережесі арқылы, яғни бұл жерде бірінші М1 ендігіміз, яғни сағат тіліне қарсы айналатын күш моменті, ал келесі ар жағындағы М2 мен М3 бұл сағат тілінің бағытымен айналатын, бағыттас күш моменті. Енді бұл жерде формуламыз М тең F көбейтілген D. Мына жерде бірінші жүктегі, яғни бірінші жүгіміз 1 ньютон, яғни 1 ньютон болғанда ара қашықтығымыз бұл жердегі 3 ені, яғни D 23-ке тең. Ал келесі ар жағындағы 3 ньютон М2-міз және М3-міз 1 ньютон. Яғни екеуін қосқан кездегі күш моменті мына жақтағы күш моментіне тең. Яғни тепе теңдікте болады. Күшті арттырған сайын ара қашықтық кемейді, мына жақта күшіміз аз болған сайын ара қашықтық артады. Яғни бір-біріне кері. Кері пропорционалы. Қосылғанда осы есептеген кезімізде жалпы М1-імізден 0,23 ньютон көбейтілген метр, мына жағымыз, ал М2 мен М3-ті қосқан кезімізде М2-міз 0,12 ньютон көбейтілген метр болды, ал М3-міз 0,11 ньютон көбейтілген метр, екеуін қосқанда 0,23 ньютон көбейтілген метр. Оң жағы мен сол жағы тең. Оқушыға тәжірибе жасату арқылы есеп шығару. Яғни тек қана формуланы пайдаланып есеп шығара бермей, оқушыға өзіне мүмкіндік беруіміз керек. Осы жөнінде ағылшын және американдық ғалымдар оқушылардың зерттеу жұмысқа баулу, істен білімді пайдалану, ол зерттеу жұмысынан баулу, оларға жаңалық ашуға мүмкіндік беруде. Сонау ғасырларда өмір сүріп кеткен Галилео Галилейдің өзі де адамға қайталауды үйреткеннен гөрі оған жаңалық ашуға көмектесуіміз қажет. Яғни бар мәліметтер, тек қана тәжірибелерді беріп, оларға өздеріне жасауға мүмкіндік беруіміз керек. Бұл енді тек 7-ші сыныптар бойынша алдын, шындығында 8-ші сынып үшінде, 9-ші сынып үшінде әлі де практикалық жұмыстар болады алдымызда. Бұл практикалық жұмыстарды қызықты қылып, бар дүниелермен де жасауға болады. Өмірден алып жасауға болады. Сонымен сіз өздеріңіздің ой пікірлеріңізді бүгінгі осы істен білім беру туралы, физика пәнінде қолдану туралы өздеріңіздің ойыңызды мына фильмге түсіріп берсеңіздер. Фильмге түсіріп берсеңіздер. Яғни мұнда бірінші аты жөніңізді жазсаңыздар, құрметті әріптестер, мына жобасында бірінші аты жөніңізді жазсаңыздар, төменгі жағына бүгінгі коучингтен
қандай әдіс алдық. Сосын өзіңіздің ұсынысыңыз осы. Өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыздар, осы бүгінгі коучинг жөнінде. Тек қана атыңыз жазыңыздар. Өзіңіздің осы бүгінгі коучинг туралы пікіріңіз, ұсынысыңыз болса сосын. Атыңыз жасаңыз болды ма біріңіз? Аттағын жасаңыз. Жоқ, екі графатыр қойып сабақ тақырыбы меңгеруде осындай эксперименттің маңыздылығы туралы айтып жақсы. Осы физиканың әр сабағында осы ұстаздар енді эксперимент қолдануға машықтанатын шығармыз. Осындай тәжірибе алмасу сабақтар көбірек болып тұрса екен. Рахмет. Келесі жыламыздан бітейік. Мына жаңағы жол жабыстырасыз ба? Ортасынан Негізгі ерекшеліктеріне таныстық. Ұсынысым осындай дәреже физиктер арасында сабақтар алмасу болып тұрса дәрежелерін бір-бір сабақтар зертханалықтарға байланысты осындай ұсынысым. Әсіресе зертханалық жұмысқа байланысты. Бүйрек жақын бөлек. Осындай практикалық жұмыстарымызды әр сағатта формулаларымыздан шектеліп қоя береміз. Осындай балаларға тәжірибе жүзінде көрсетіп, оларға көз жеткізіп, соны анықтауды, осы формула қалай шығарғанын, қалай есептер шығаруға бар. Соны бала өзі жұмыс жасауға жаңағы правило айтып кетті ғой, өзі жеткізіп, сол бала өзі түсініп, ары қарай соны дамытуға, жаңалық ашуға балалар ұмтылуға негізі жақсы келмейді. Балаларға осындай приборларды беріп, өздері осы сабақтың мақсатын ашып беруде. Осындай коучингтер көбірек болса, жиірек болса дейміз. Рахмет. Бүгінгі коучинг сабағын жақсы деңгейде өтті. Біз тәжірибе алмасу арқылы көптеген мәліметтер алдық, тәжірибе жасадық. Және осы алған мәліметтерімізді оқушыларға береміз деген сенімім бар. Ұсынысым осындай коучинг семинарлар көптеп өткізілсе. Осындай тәжірибе коучингтерде барлық бөлімдерде кең насихат болып жүрсіз. Азғандай директор дейміз. Қарлығаш, ана шектерін деген жабыстыра берші, магниттер тұр ғой, соны айналдырып астына қойып шыға берсін. Жоқ, жоғарақ қойып, өзіне қойып кетеді. Бүгінгі сабақта оқушыларға тәжірибе жасай отырып, есепті шығаруға болатындығын, яғни мүмкіндікті бар екендігіне көз жеткіздік. Мүмкіндігінше жаңағы құралдарымыз дұрыс деп ойлаймын. Яғни менің ұсынысым осындай тәжірибе алмасуға көбірек болса. Бәріміздің ұсынысымыз басқаша ғана айтсаңыз. Өте жоғары дәрежеде өтті. Тәжірибелік тапсырмаларды көп орындарды оқу қажеттілігіміз көзіміз жеткіздік. Системалар беру әдісін қолдану қажет дүние екенін түсіндік. Тәжірибе алмасу зертханалық жұмыстан осындай болып тұрса деген ұсыныс. Өзгеше ұсыныс болса айтып, иә? Өзгеше ма? Осындай коучингтер жиі болып тұрса деймін. Мұнайлы жиіндер ішкен жиі басылып. Жақсы ұсыныс, иә?
үшеумізді біріктіріп өзгешелік болса айта қояйық да. Өзгешелік болса айтсаңыз. Өзгеше жалпы жоқ сияқты барлығы. Жоқ, өзгешелік бар ғой. Сізде ма? Анау бізді ұстаған кейбірлерді шақыра бергенше мына жастар трибуналар танымайды. Жасыратын жоқ, көбісі мысалы қазір мына институттарда мынандай не бармау трибунды қойып па десе көбіне алмайды. Осындай каучингтерге көбіне жастарды шақырып мынандай трибуналармен таныса берсе дегеніміз ғой. Соны үйретіп отыру. Жастар көбіне мысалы Бұларға ұстаздардан жас мамандар осындай коучингтің нәтижесінде сондай көтеріледі. Бізде мына құрылым мектепте жүріп үйреткенімізде мына коучингке келсе жас енді сол осындай көп бола берсін коучингтер. тәжірибе алмасу. Иә, жоқ нәрседен бар істеуге болады дегенім ғой. Соны мысалы ана приборларды танымағаныменен де мынандай мысалы жоқ нәрсе жаңа мына айтып отырды ғой, ынтасы бар ұқсайды да мысалы. Ынта жоқ та мұғалімдер бар. Қайтеміз мынау бірде кішкене бар деп сұрап жатыр. Бұл да жақсы ғой мен деген алға. Сондай нелер көбейеді ме еді? Мысалы жоқ нәрседен бар болуға болады ғой. Жақсы. Рахмет, әріптестер. Бүгінгі осы коучинг сессияның сіздерге білім беру процесінде көмегі тиеді деп ойлаймын. Сіздер осындай тәжірибелік есептерді көбірек қолданған жағдайда оқушылардың ғылыми дүниетанымы кеңейеді деп үміттенемін. Рахмет.